Мен Ақтөбеден елге ауысқаннан кейін сол 10 совхоздың басқарып тұрған ауыл шаруашылық басқармасының құрылыс бөлімінің бастығы болдым. Сөйтіп шаршадым. Шаруа көп. Шаруа, отчет беру керек та. Есеп беріп келгесін облысқа кешкі жақын тамақ ішіп отырып мамама айттым, анама. Апа, мен таңертең ұятпаңыздаршы, мен бір ұйықтайын түске шейін дедім. Құда қаласа деді. Бетіне қарадым да, апа, құдайыңызға сәлем айтыңыз, қаласа ұйықтаймын, қаламаса ұйықтаймын дедім. Астағфираллах, анам марқұм жіберетіңіз нең болса маған жібер, жалғызымнан бөлек. Енді Құдай бұның өзін туғанмен мінезін тұрмайсын, айтып тұрған сөзін қарай деп жағы. Ана байқыз. Жаттық. Сонымен ұйықтап қалдым. Бір уақытта осы Зина, осы қазір осында дәрігер болып істейтін қызы бар. Соған 2 қабат кезі айбын жақындап тұрған. Оятады түнгі 3-те. Не болды деймін? Ана балалар жөтеліп жатыр, көрші дейді. Енді распашан түсіп кетті. Жоқ, көрші. Свет жақсам, балалар ұйықтап жатқан комнаттың дуалдан үйіміз ағаш үй еді. Финский үй болатын. Стенасының барлығы дуалының бар ағаштан. Дереу залға кіріп, екі жапсарлас қой. Ашып берсем, үй өртеніп жатыр. Ойбай-ай. Түнгі ашты. Де көршілер шақырып. Сонымен ойдағырда не керек? Азан сағат 6:30-да дүниені шығарып кеттік қой. Ана бір көрші кеп дуалдар тиме дедім, қазір оған тиме. Қазір бәрі шығарып боласын көресін дедім. Шығарып болғаннан кейін балтамен бұрып еді дуалды. Бірақ осыны үстелдің ауманы жер түсіп еді. Ол жалын аспанға шықты. Булығып тұр ғой, ауа жетпей. Сонымен үй ортасына түсті. 2 сағаттың ішінде күл болып қалды. Азанға кешкі 9-да аштық қой. Сол күні. Ашып отқасын анам айтты. Қалай балам, Құдай қаласа ұйықтайсың ба, қаламаса ұйықтайсың ба деді. Мен онда да сенген жоқпын. Случайно істедім. Үндемедім әкем, анамның қолын көңіліне қарап. Орнына келтіруге боламын, болмаймын деп барайын деп көрсем, анам бірге шығып кетті. Апа, не аласың? Аққар көңімізді. Бұл ақпан айының 25 күні. Жоқ, мен барам деп. Соны келіп, біздің Зина екеуміздің қонақ бөлмемізді. Қазір есін алмайды, қоссам, бір біздің үйде ескі жатқан кітап болатын, бір 504 жылдай болған Құран кітап. Оны әкем марқұм етажерек қойғанда сыртында Лениннің арты қырқып, Ленин деп қойған, былай етажерек тұрғанда мұхаба жасап. Мұхаба Лениннің кітабы, бірақ ол Құран бар жағы. Соны кейін біз үйленгеннен кейін анам марқұм ол ақ қалтадан, ақ матадан қалта жасап, басы бұзылып қойған, сол қап кетті. Кеше бәрі жүрместі. Сол өттіштап кетті. Соны шықты, ана күлдің арасынан кітап. Аман. Сөйтті да тазылап тұрды да, жаңа кісі анам марқұм. Сіз ғар деді, қатты ашыланған айтатын деді. Сенде ми бар ма, жоқ па деді. Сені Құдайдай сеніп жүрген Ленин қайда деді. Жапсырған Ленин өртеніп кеткен ғой. Менің ақ қалтам қайда деді. Неге мынау қасиет болмаса мына Құран намаз оқып сол өттінді басыма кітаппен қойып қалды. Сол кезде төбеден төмен қарай бір электр тоқ жүрген сияқты болып тұрды да, ана калимаға тілім келтірген білмей қалдым. Бұл мен 25-те. Сол кезде 26-да туылдым. Құдайдың құдіреті деген сол. Содан кейін енді тәрбиеміз болғанмен Құдай жоқ деп айтпайтын болдым. Жас келді. Мынандай әңгіме алғаш рет айтылып отыр біздің студияда. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله